Қайырлы күн. Сіздермен 36-11 есеп. Есепте жалпы мәтінде есебе 3 бригада бір ауысымда 96 тетік жасайды дейді. Бізде жалпы мына жерде бірінші, екінші, үшінші бригада деп айтып отырғандықтан бірінші, екінші, үшінші бригаданы осылай рим цифрымен белгілеп алайық. Одан кейін сұраққа назар аударайық. Осының барлығы 96, яғни үшеуін қазір біз өрнек құрастырып аламыз, соның қосындысы 96 болу керек. Бірінші бригада екіншіге қарағанда 18 тетік артық. Яғни бізде екіншіге қарағанда деп екінші бригаданы белгісіз етіп отыр. Осы екінші бригадаға қарағанда 18 тетік артық орындап отыр. Белгісіз ғой өйткені екінші. Ешқандай сан берілмеген. Үшінші бригада осы екіншіге қарағанда бірінші мен екінші бригадалардың бірге жасаған тетіктерінің санының 11/5-дей дайындаған дейді. Біз бірінші бөлік берілсе, ол қандай да бір санның көбейтіндісі болады. 11/5-ті беріп отыр. Жақшаны ашам. Бірінші мен екіншінің дейді екеуі. Яғни бірінші бригада бізде x плюс 18 болса, екінші бригада ол бізде x. Осы екеуінің бірге жасағанының 11/5 бөлігі дейді. Яғни 11/5 бөлігі деген ол осы санға көбейту деген сөз. Және осының барлығы, яғни бірге жасағанда олар қанша тетік жасау керек болған? 96. Енді теңдеу құрамыз, яғни бірге жасаған 3 бригадан қосып жіберсек 96 шығу керек. Сонда x плюс 18 плюс x плюс 11/5 жақшаның ішіне x-тер қосылып кетеді. Сонда 2x плюс 18 болады. Тең 96. Осы жерден жақшаны ашып жібереміз. Жақшаны ашатын болсақ, мына жерде x-терді біріктіреміз. Мынау x және мынау x. Сонда 2x плюс 18 плюс 11/5 ол бізде 2-ке көбейтіліп кетеді. Коэффициентіне 10x бөлінген 11 болады. Плюс 18-ді 5-ке көбейтсек 90 болады. 90 да бөлінген 11 тең 96 болады. Жай бөлшектен, яғни бөлімнен құтылу үшін екеуіне де 11 болғандықтан 11-ге көбейтіп жібереміз. Сонда сізде 2-ні 11-ге көбейтсек 22x плюс 18-ді 11-ге көбейтсек 198 плюс 11 мен 11 қысқарып кетеді. Сонда плюс 10x плюс 90 тең 96 тең 96-ны 11-ге көбейтсек 1056 болады. 1056. Енді ұқсас мүшені біріктіру арқылы қарапайым теңдеуге айналдыра алып келеміз. X-тер 22x пен 10x бізде 32x-ті береді. 198-ге 90-ды қосатын болсақ 288 болады. Тең 1056. Қарапайым теңдеуге айналды. Осыдан x-ті табамыз. Яғни 1056 мұндағы плюс минус бұл теңдіктің екінші жағына өтеді. Екінші жағына өтеді. 288 болып. Ал 32 мен әріптің арасында көбейту болғандықтан бөлу болып өтіп кетеді. Осыны азайтып, шыққан нәтижені азайтқан кезде 768 болады. Оны 32-ке бөлетін болсақ 24 шығады. Бұл қай бригаданыкі жазып қоямыз? Екінші бригада. Енді бізде бірінші сұраққа назар аударайық. Әр бригада қанша тетіктен дайындайды? Екінші бригада бір тетік дайындаса, мына жаққа басқа түспен жазайын. Бірінші бригада қанша тетік дайындайды? Бірінші сұраққа жауап. Екінші бригада 24 тетік дайындады. Онда бірінші бригада осыған несемін 24-ке 18-ді қосамын. Қосындысын жазамыз.
яғни мына есептің шартына қойған x-терді енді осы 24-ті қою арқылы мәнін табамыз. 24-ті 18-ге қоссақ 42, бұл бірінші бригада. Енді үшіншісін таба аламыз, себебі 3-те 1 мен 2-ның қосындысын 11-ден 5-ке көбейту, иә. Сонда 24-ті сразу есептің шартындағыдай жазайын. 5-тен 11-ден 5 көбейтілген. Біреуі 24 бірінші бригада, екінші бригада 42 болды. Тең, сонда 11-ден 5 көбейтілген 66 бола ма? 66 бөлімінде 1 бар деп ұғатын болсақ, номені қысқарып кетеді де 6 болады. Сонда сізде 30 тетік болады. Ал таптық. Енді сізде екінші сұрақ. Егер жұмысшы жасалған бір тетікке 56 теңге алса, онда әр жұмысшы қанша теңге алады деген сұраққа жауап. Ол үшін бірінші бригада бізде 42 тетік дайындады, иә? Соны жазамыз. Мына жаққа жазсам, иә, сіздерге екінші сұраққа жауап. Бірінші бригада бізде 42 тетік дайындады. Онда мен 42-ні көбейтемін. Бір тетік 56 болса, онда 42-ның мәнін табу үшін осы 56-ға көбейте салам, иә? Бірінші тетіктікі. Сонда 2352 болады. Екінші бригада X тетік жасаған 24-те. 24-ті 56-ға көбейтеміз. Сонда сізде 1344 болады. Теңге болады, барлығы теңге. И үшінші бригада бізде 30 тетік дайындаған болатын. 30-ті 56-ға көбейтесіздер. Сонда 1680 теңге болу керек. Міне екінші сұраққа да жауап ізделінді. Үшінші сұрақ. Бірінші жұмысшының бір ауысымдағы жалақысы үшінші жұмысшының жалақысынан қанша пайызға артық? Яғни біз бірінші жұмысшыдан үшінші жұмысшыны азайтып тастаймыз. Үшінші сұраққа жауап. Бірінші жұмысшыдан үшіншісін азайтамыз. Сонда сізде 2352-ден азайтасыз 1680-ді. Себебі айырмашылығын сұрап отыр ғой. Сосын керек.